Тегін тамаққа келдік. Мына ана жақтан бастап очередь еще ана машиналармен бірге барады. И ар жақта қазір заттарын қойып жатыр. Ар жақта көп коробкамен қазір грузовик фуралармен заттарды алып келеді. Сағат 9-дан бастап басталады. Қазір таңғы 7. Барлығымыз қазір очередьте тұрмыз. Are you in line? Okay, you're already good. Мындай қолыңа белгі салып береді. Сен точно келдің, аласың деген сияқты очередьпен. Осылай адамдар мындай пакеттермен, сумкалармен келеді. Мен мындай пакетпен келдім. Еще машинаңыз болса, машинамен бірге жүріп, колоннамен барып аласыз арғы бетте мына. Машинаның артындағы багажын ашып қойасыз, өздері салып береді. Бұл тегін тамақ каждый сәрсенбі сайын, әр сәрсенбі сайын беріп тұрады. Осылай күндіз. Очередьте тұрмын, әлі очередь жылжыған жоқ, өйткені заттарды әлі берген жоқ. Мына ар жақта бір фура, мына жақта екінші фура. Мына осылай ортаға заттарын қойып жатыр. Не заттар береді? Консерва береді, жұмыртқа береді, картошка береді, помидор береді. Ой, помидор деп, алма, фрукты, сондай нәрселер береді. Сосын видео, ойбай, соқтарды бер. Окей. Былай қарай, аяқпен жүруге болмайды деп тұр. Мына жақта адамдар мына заттарын қойып жатыр. Машинамен алсаңыз да болады. И мына жақтағы адамдарды қазір көрсетем. Қанша адам очередьте тұрғанымызды. Жақтан бастап, мына қытайлар сағат 5-тен келіп, очередь алып тұрады осы жерде. Әлі очередьте тұрмыз. Сағат 11 болды. Таңғы 7 келгеннен. Мына машинамен осылай келесіздер. Машинаңызға багажын ашып тұрасыздар, машинаңызға өздері салады. Мына жақта ары қарай қаншама машина очередьте тұр. Мына біздің очередь мына жылжыды. Жақындап қалдық. Почти. Ар жақта мына заттар салып жатыр. Елдер заттарын алып жатыр. Елдер алып жатыр. Баламен келсеңіздер без очереди, мына жақта бөлік тұрасыздар. Баласыз болса, біз сияқты осылай тұрасыздар. Қазір өзімнің алған заттарымды көрсететін боламын. Where's the line? Some people are coming. Они сильно кусаются, когда не Don't allow маленькие. anybody to cross К you. ним нельзя подходить. Don't allow anybody to come from outside. The line will go with the line. Андрейка, держи ее. Дай Андрейке ручку. Стойте мне в доме. Иди сюда, Зайка, туда нельзя идти, там люди, там машины. Идем. People are trying to move. Я рядом. He's okay. Как ты понесешь? Как ты понесешь, мать? Я приеду. Want bits of these? No. Pizza? Yeah, sure.
Thank you so much. That's good. That's good. That's good. Sure. Thank you so much. Listen, they gave me a number. It was right. I'm talking about this. Yeah, when you get the numbers, there's nothing you People can in do. front of me without numbers. Yeah. Thank you. Please. You Oh, they pass by Florence. No, that guy. Say my lead that thing. see, you were taking I gave him. numbers. You just Yeah, didn't I gave him quote. He So gave her the right number. He passed by. listen, No. I gave him quote. Get the number The somewhere. guy that was behind him, you see how he kept quiet? You saw how he kept quiet? I saw him. I don't point people out, but I point him out. Because I know him. He took the quote from the next guy out behind, but the guy didn't want the quote. So he told him, take the quote and give it to me. When they come, whatever we got, you give them and So then they that's give it to him, he took it. Yes. it. Don't worry. Don't worry. Mama, are you? Excuse me. The one you wait, I gave you was I said, You can let them come. I want you not recording me. I don't want Сәлем достар, сіздермен қазақша Америка, яғни Жазирамын. Америкадағы тегін тамақ жайлы айтқым келіп тұр. Америкада негізі тегін тамақтар көп беріледі. Тек қана уақыт тауып барсаңыз болды. Сізден ешқандай документ, ешқандай құжаттарды талап етпейді. Тек қана барасыз да тегін тамақты алып кетесіз. Дәл біздің үйіміздің жанында Неткос деген магазин бар. Соның арт жағында тегін тамақ беріледі. Әр сәрсенбі сайын азанғы сағат 9-дан бастап негізі беріледі, бірақ кезекке тұру сағат 7-6-дан бастап уже адамдар кезекте тұрады. Енді бізде бүгін бардық, таңғы сағат 7-де барып тұрдық, содан сағат 11-де бірақ алдық затымызды. Егерде ең бірінші болып барып тұрсаңыз, негізі бұдан да көп заттар аласыз. Біз енді аяғы болғаннан кейін, бізге енді қандай заттар қалды, сол заттарды ғана алдық. Негізі ол жақта 5 түрлі деппін, ол жақта негізі 2 түрлі ет берілетін. Не тауықтың еті, не шошқаның еті деген сияқты өзіңізге қалағанын аласыз. Енді біз шошқаның етін жемейтін болғаннан кейін тауықтың етін алайық деген кезде бүгін ол тауықтың еті де таусылып кеткен. Не алғанымды көрсетейін. Обязательно сок беріледі тегін тамақта. Мынау май, арахисовая паста дейді. Тоже май. Мынандай 2 сыр берген. Чеддер деген 2 сыр. Үлкен сүт. Обязательно тегін тамақтың барлығында үлкен сүт. Сүт, сок ол обязательно жүреді. Мынандай кішкентай күріш. Болды, бұл пакетте бітті. Одан кейін негізі бұл Америкада тегін тамақ болсын, басқа жақ болсын, магазиндері болсын, барлық жерде мынандай консерва деген енді толтырып береді. Біз енді консервадан тек қана өзіме керектісін ғана аламын, керек емес болса мен оны алмаймын. Оның ішінде мысалы сиырдың етінен жасалған тушенкалар неше түрлілері бар. Балықтан жасалған шпрот деген сияқты ондай нәрселер бар. Енді шпрот болса ғана аламын, былай паштет, басқа нәрсе болса алмаймын. Өйткені бір рет алып көргенбіз, дәмдері онша емес. Негізі осяқтың азаматтары үйренген ол дәмге, бірақ біз үйренбегендіктен мен ондай консерваны алмаймын. Содан ысырап болғанша лучше басқа адамдар алсын деп, мен тек қана өзіме керектісін аламын. Томат. Мына жақта микс дейді. Горошек бар, кукуруза бар, сондай микс. Тоже біреусін сал десең, бұлар 2-3-ден сала береді. Мына жақта не? Тоже зеленый горошек сияқты, стручковый. Сондай, тоже біреу десең 2 салат, өйткені адамдар бұдан көп алады. Мынау томат, мынау бабы дейді. Фасоль, красная фасоль. Мынау да сол. И мынаның барлығы томат. Маған томатты негізі көп қып салды. Мен енді негізінде мен мына заттарды көп алмаймын. Мен тек қана томат алам. Зеленый горох алам. Мясной салат жасағанға, және де кукуруза алам. Қалған бұндай консервадан ештеңені алмаймын. Содан кейін барып мынандай яблочный пюре. Біз бір рет алып жеп көргенбіз, негізі дәмі жақсы. Мынандай яблочный пюре. И одан кейін барып жұмыртқа.
Бүгінге алғанымыз осы. Бұл апта сайын, әр сәрсенбі сайын барып очередьке тұрып алсаңыз болады. Бұдан бөлек тегін тамақтар қалада орналасқан. Қалаға барсаңыз, енді біздің қашықтықпен негізі жарты сағаттық жол. Қалада дүйсенбіден жұмаға дейін берілетін жер бар. Сағат күндізгі 12-ден түскі 1:30-ға дейін. Кәдімгідей ол соткаңызға, сол сояқтың несіне кіріп, сайттары болады, сол сайтқа кіріп алсаңыз, сізге соткаңызға жібереді. Понедельник күні қандай заттар болады, вторник күні қандай зат, среда күні қандай зат деген сияқты соның барлығын жазып жібереді. Өткенде біз понедельник күні барған кезде балалардың памперсына дейін сондай заттарды да беріп жатты. Бізде енді кішкентай бала болмағандықтан біз ол заттарды алған жоқпыз. Бірақ берілетін соғы, жұмыртқасы, сүті, жұмыртқасы, күріші деген сияқты сондай заттарды алдық. Және де тағы да тегін тамақ бар, тоже сол қалада орналасқан. Ол айына 1 рет қана аласыз. Ол жақта сізде кәдімгідей поинт береді. 100 поинт, 150 поинт деген сияқты өздеріне енді ол бал болып саналады ма, біз оны дым түсінбедік негізі. Барамыз, айына 1 рет кіреміз, аты жөнімізді айтып тіркелеміз. Енді ол ешқандай тексеріске ештеңеге жатпайды, ешқандай документ ештеңеге тапсырмаймыз. Кіреміз, содан кейін барып, сіз айына 1 рет енді ғана келдіңіз, осы айда 1 рет келдіңіз, анаяқтан тележканы алып, өзіңізге қалаған затыңызды аралап ала берсеңіз болады дейді. 5 түрлі ет түрі тұрады, балық болады, тауық болады, сосискалар болады, тоже говяжий сосискалар, сиырдың етінен жасалған, котлеттер болады, фарштар болады, тауықтың неше түрлісі болады. 5 түрлі ет қана аласың, тағы да қосымша оның үстінен етті қосып ала алмайсың. Тоже сүт болады, сүт енді басқаша упаковкада, сок болады, жұмыртқа болады, мынандай консерваның енді ояқта неше түрлісі бар. Егер де тағы да барып жатсам, ол жақтан да видео түсіретін боламын. Күріштің көптеген түрлері бар ол жақта, кішкене үлкендеу түрлері. Сондай аламыз. Кашаның неше түрлісі бар. Енді біз өзімізге қолданатын ғана затты ғана аламыз. Қолданбайтын заттардың ешқайсысын алмаймыз. Және де сіздің әлі ол балыңыз жетпеді, тағы да бір әсе алыңыз десе, мен сұрайын, сок қосып алайын, сүт алайын, сыр алайын, или жұмыртқа алайын деген сияқты. Бірақ мен консерваны алмаймын деп сразу айтамын. Ояқта картоп беріледі, сәбіз беріледі, пияз да беріледі. Осылай Америкада тегін тамақты алып отыруға, осылай күн көруге де болады негізі. Бірақ енді мынауыңыз ұзаққа жетпейді, енді сокты бүгін ішіп қояды, сүтті бүгін ішіп қояды деген сияқты. Бірақ осылай көп адамдар продуктыға ақша құртпай, осы тегін тамақтың арқасында да өмір сүріп жатқан адамдар бар. Біз басында жолдасым екеуміз келген кезде, басында ар жақта, басқа жақта бір точка, осы жақта өзіміз жақтан бір точканы тапқанбыз. Ол жақта сізге уже дайын, мынандай 2 пакетке салып береді. Сіз оның ішінде не бар екенін көрмейсіз, үйге келіп қана көрдік. Мен бөлек тұрдым, жолдасым бөлек тұрды. Екеуміз сөйтіп 2 пакетті алып келіп, үйге алып келген кезінде ішінде көкөністер де болды, жеміс жидектер де болды. Енді барлық нәрселері бар. Бірақ жемейтін нәрселер де болды ішінде. Содан кейін оданша осылай өзің таңдап алғаның дұрысырақ сияқты. Сол енді алда видеоларда тағы да барған тегін тамақ точкаларымды көрсетемін. Қалай алып жатырмыз, қандай фурамен келетінін, қалай алуға болады деген сияқты. Міне қысқаша мәлімет осы. Тағы да бұл да бір сұрақ болған. Біздің оқырмандардан тегін тамақ беріледі екен, тегін үй беріледі екен деп. Тегін тамақ жайлы білеміз, бірақ тегін үй деген нәрсе жоқ. Тегін үй ол сол Нью-Йорк болсын, осы Филадельфия болсын, тегін үй бар, бірақ ол үй деп айтуға келмейді. Ол церковьтер болады ғой, орыстардың шоқынатын жерлері, сояққа барып қона берсеңіз болады. Ояқтың есігі всегда ашық, өмір ашық, оны шелтерлар дейді, сондай. Бірақ енді оны біз өз басымыз барып көрген емеспіз, бірақ барған кісілерден естігенбіз, қонатын жер таппай сояққа барып қонған кезде енді ояқтың иісін де жағдайын да айта алмаймын деп. Өйткені бомждар болсын, қандай адамдар болсын, барлық адамдар, далада қалған адамдардың барлығы сол жаққа барып қонады екен. Сол осы сұраққа енді тегін үй деген жоқ, бірақ тегін тамақ деген Америкада үнемі бар, үнемі болады. Бұны жасайтын еріктілер,
осы Американың еріктілері өздерінің ақшасынан жасайтын, несін білмедім ол жағын, бірақ осындай еріктілер өте көп тамақ тарататын. Және де біз доставкада жасап жүрген кезде жолдасым екеуміз көптеген осындай еріктілер үлкен КамАЗбен, фурамен келіп, прям заттар таратып жатады. Анау студенттер оқитын жерге барып, сол жақтан да тоже доставка жасап қалып, сол жақта жүрсеңіз, сол райондарда, ояқта да осындай еріктілер бір-екі зат болсын таратып жатады. Көп коробкамен, енді бірақ бір-екі зат болсын, согы болсын, бір ретте біз жүрген кезде капуста, тағы да не қасында, тағы да жасыл свежая зелень ба, сондай бір нәрсе таратып тұрды, енді алдық, капуста енді керек қой деп. Осындай еріктілер өте көп. Сол тағы да сұрақтарыңыз болса жазыңыздар комментарийге, барлық сұрақтарыңызға осылай видео арқылы болмаса жазып жауап беремін. Жазып жауап бермегендеріме осылай видео арқылы жауап беремін. Подписацияны басып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Біздің парақшамыз ары қарай дами берсін, сіздерге осындай видеолардың барлығын салатын боламыз. Сау болыңыздар.